Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге бола ма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Деп төрелігін өзі шешкен Абай, бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге. 175 жыл бойы өмір сүріп келеді, мәңгі өмір сүре бермек. Ол өткен заманның, кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса да, бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды, Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы, заман тынысы, халық үні. Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен бірге мәңгі жасап келеді. Құрметті оқырмандар, қазақтың бір туар ұлдарының бірі, ойшыл, дана ғұламаларының бірі, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған «Адам көркі ақыл» атты асыл сөз жобасының кітапханалық сағатын тамашалауға шақырамын. Абай Құнанбайұлы, шын есімі Ибрахим, ақын ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысы, бұрынғы Семей уезі, Абай ауданында, бұрынғы Шыңғыстау облысы, Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келді. Абай атақты Тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тарайды. Ол ауыл молдасынан оқып жүрген кішкентай кезінен ақ зеректігімен көзге түседі. Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медреседе тәлім алады. Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болады. Абайдың әжесі Зере Абайға халық қазынасынан нәр беріп, бойына ізгілік шуағын сепкен, білімге итермелеген ұлы ұстаз, тәлімгер ана. Шешесі Ұлжан ұстамды, мейірімі мен ақылы мол дана кісі болған. Абайдың әкесі Құнанбай Өскенбайұлы 1804 жылы өмірге келген. Ол халық арасында өте беделді, абыройлы, әділ би болған. Құнанбай ел ішінде қажы атанған. Ол 81 жыл ғұмыр кешкен. Құнанбай ел билеу ісіне балаларының ішінде Абайды баулып араластырды. Абайды оқудан ерте тартып, оқудан шығарып алуы да сол билікке ұлын қалдыру мақсатында еді. Әке еркімен ел ісіне жастай араласқан Абай тез есейіп, балалықтан да ерте айырылып, жастайынан ел ішіндегі әңгіме, сөз өнерін, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, өзінің ерекше талантымен бойына сіңіре білді. Елі үшін әділет жолын ұстанған Абайдың үстінен арыз да жазылып, 3-4 ай тергеліп, ақталып шықты. Әке шешесінің қасында жүрсе де, жас Абай оқудан қол үзбейді. Бос уақытында қазақтың әдебиетін, араб, парсы, шағатай тілдерін үйренеді. Шығыс әдебиетінің алыптары Низами, Қожа Ғафиз, Науаи, Физули, тағы басқа ақындарының өлеңін жаттап өседі. Кейін ол орыс әдебиеті мен тілін өздігінен үйреніп, орыстың ұлы ойшылдары Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Щедрин, Некрасов тағы басқа шығармаларымен танысады. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, Шекспирдің шығармаларында оқиды. Соның арқасында дүние танымын кеңейтіп, білімін шыңдай береді. Абай ауқатты отбасынан шықса да, халқына үнемі жақын болды. Олардың дауын даулап, мұңын жоқтады. Жасы 30-дан асқан Абай орыс тіліндегі кітаптарды мықтап оқуға бұрылады. Сол кезде Семейге айдалып келген орыс демократтарымен танысады. Соның ішінде
өзінің ерекше танысып араласқаны Михайлис болды. 1880 жылдары айдалып келген Долгополов Леонтьевтермен де танысып, өзі олардан үйрене жүріп, өзі де оларды халқының салт дәстүрімен таныстырып, қол ұшын берді. Ақынның шығармашылықпен еркін араласуы 1860 жылдары болды. Ол кезде Абай өлеңдерін басқа аттармен жариялаған. Тек 1886 жылы «Жаз» деген өлеңінен бастап өз атын қоя бастайды. Ақынның «Жаз», «Күз», «Қыс», «Жазғы тұр», сонымен қатар «Жасымда ғылым бар» деп ескермедім, «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жүр», «Сегіз аяқ» өлеңдерінің сол кездегі әлеуметтік жағдайларды түсіну үшін маңызы зор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау етеді. Терең философиялық ойға толы оның өлеңдері езгі мен надандыққа қарсы күреске шақырады. Жаңа заман ақыны ретінде Абай қазақ әдебиетінде поэма жанрының орнығуына ықпал етті. Оның поэмаларының мазмұны шығыс классикалық әдебиетінің мәнерімен өзгеше. Абайтанудың білгірі Мұхтар Әуезов атап көрсеткендей, Абай мұрасының нәр алған рухани үш арнасы өз халқының мәдени мұрасы мен шығыс, батыс елдерінің рухани қазынасы болды. Оқи жүріп, білімін толықтыра жүріп, 40-тан асқан шағында бір жола ақындыққа берілді. Туған халқын сүйіп, оны қасіреттен құтқаруды, бодандыққа қарсы Абай халқын оятып, береке бірлікке шақырды. Туған халқы да Абайын сүйіп, қатты құрметтеді. Өмірлік мағынасы зор өлеңдерін жатқайтып, тұмардай сақтады. Шынында әр сөзі теңіздің тереңіне тартқандай, мың батпан ойдан туған, кісіге берер шабыты мен шапағаты мол Абай әр қазақтың бағдаршамы іспетті. Абай өлеңдері бай философиялық, күрескерлік қасиетке ие. Ол ең алдымен қазақтың телегей теңіз ауыз әдебиетінен сусындап, батырлар жыры мен ғашықтық жырларының үрдісіне мұрагерлік етті. Ескендір, Масхұт, Әзім әңгімесі, Абайдың шығармашылық мұрасындағы поэмалары да зерттеушілердің назарында. Абай қазақ өлең үлгісін жаңаша тұрғыдан байыта түсті. Сондықтан да Абай қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы деуге болады. Абайдың ақындық дәстүрін ақынның көзі тірісінде тікелей дамытып, жалғастырған ақын шәкірттер болған. Солардың ішінде ерекше орын алатыны Абайдың өз балалары. Абай Құнанбайұлы тек қана ақын емес, сонымен бірге сазгер. Халық арасынан шыққан таланттарды танып, олардың еңбегін таратушы болды. Абайдың ән шығармашылығы қазақтың халық музыкасында да ерекше орын алады. Сегіз аяқ, айттым сәлем қаламқас, желсіз түнде жарығай, көзімнің қарасы, тағы басқа әндері әлі күнге халық жүрегінен жылы орын алған. Абайдың көркемдік прозаның дамуына қосқан үлесі оның қара сөздерімен бағаланады. Оларда Абайдың қоғамдық саяси көзқарасы айқын көрсетіліп, көптеген тарихи, педагогикалық және құқықтық мәселелер көтеріледі. Олардың айрықша ерекшелігі тілдің көркемдігі, мазмұн байлығы, философиялық тереңдігі. Абай поэзиясының арқауы ғылым, білім, еңбек. Осы қара сөздерде жалғасып дамиды. Қара сөздерден адамның көңіл күйінің жарығы мен қараңғысының айнасы болған, күлкі мен қайғы туралы педагогтар арасында осы күнге дейін айтылмаған тың ой табамыз. Өйткені
күлкі мен қайғы туралы ешкім Абайдай тап басып айта алмаған. Абай күлме демейді, тек орынсыз күлкіден сақ бол дейді. Абай өз шығармалары арқылы рухани бірлікке шақырады. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе, адамдықты іздесең, жаттап тоқы көңілге. Деп Сұлтан Махмұд Торайғыров айтқандай, Абайды тану адамның өзін өзі тануы. Адамның өзін өзі тануы және үнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық беруі кемелдіктің көрінісі. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Абай қазақ халқының рухани қазынасына өлшеусіз үлес қосқан ғұлама ғана емес, сонымен қатар ол қазақ халқының ел болуы жолында ұлан ғайыр еңбек еткен данагер деген болатын. Сондықтан Абайды қалай дәріптесек те жарасады. Оның ғибратты ғұмыры мен шынайы шығармашылығы қазақ халқына емес, жаһан жұртына да үлгі өнеге. Абайдың адам мен қоғам, білім мен ғылым, дін мен дәстүр, табиғат пен қоршаған орта, мемлекет пен билік, тіл мен қарым-қатынас туралы айтқан ой тұжырымдары ғасырлар өтсе де маңызын жоғалтпайды. Өйткені ақынның мұрасы бүкіл адамзат баласының рухани азығы. Қазақ елі барда Абай есімі асқақтай береді. Оның асыл сөздерін рухани байлығымыз ретінде жоғары ұстасақ, туған еліміздің әлем алдындағы абыройы арта берері сөзсіз. Кітапхана сағатын қорытындылай отыра, Мырзагелді Кемел мырзаның сөзімен аяқтағым келеді. Мен қазақты үшке бөлер едім. Біріншісі Абайды оқығандар, екіншісі Абайды оқысам деп жүргендер, үшіншілер Абайды оқымағандар.